келесі айналымда міндетті түрде көретін боламыз. Келесі өнер көрсететін Майра ханымның командасы. Майра ханым, енді алғашқы төрттікті таныстыра кетсеңіз. Бүгін өнер көрсететін төрттік олар Нұрай Сейтқалиева, Мұхаммед Али Султанов, Ернар Амандық, Мұрат Дәлелхан. Ал, сәттілік тілейміз баршаңызға. Осы төрттіктің ішінде кім бірінші сахнаға шығады? Бірінші болып шығатын әнші Мұхаммед Али Султанов. Ал, Мұхаммед Алиге сәттілік тілейік баршамыз. Біз саған сенеміз, жанкүйерлерің саған сенеді. Мұхаммед Али! Жекпе-жекте Мұхаммед Али өзінше бір саксофон менен жаңағы иірімдерін айтқаны біз деп қалдық. Қазаққа айтады ғой, бап шабама, бақ шабама деп, сол Мұхаммед Алидің бағы беселі болды. Бұл жобадан кейін бұрынғы Али болмайды. Өзім табиғатыма ешқандай келмейтін әндер айттым. Жан-жақты болып, универсал болуға болатынын ұқтым. Келесі кезеңге өту менің басты миссиям үшін өте маңызды. Ол миссиям Қазақстанда болсын жеңу, бірақ мен әлі бұл кезеңді білмеймін. Сәлеметсіз бе? Иә, ал жағдайың қалай? Жақсы па? Амансыз ба? Қай әнді таңдап алдың? Серіктің әнін таңдадым. Жылдам, қазақша, танымал ән болсын деді. Өзің жақсы көрген ән болса, одан да ары қарай талпынып, жүрекпен айтуға тырысасың. Енді көрек қалай екен дайындығың? Қызық номер ойындап тұрмын негізі. Халыққа өте танымал, барлығы білетін ән, басқаша стильге салдық, өзгерттік. Бұл ән менің нұсқамда, мен алып шығады деп ойлаймын келесі кезеңге. Басқа бір әнді айтса қалай болар еді, басқа қырынан өзін танытса қайтер еді деген өзімде көкейімде сондай бір ой туылды. Драйв қайда? Жеткізіп айт ана жерге. Иә? И бірінші нотада. Ойбай, байқа. Иә. Дайындық үстінде кішкене драйв, көңіл күй, беріліп шалқып айтатынды, әй, қайда жүрсің, қайда жаяу, баяу деп сондай көңіл күйді көрсете алмай жатырды. Мұхаммед Али өте музыкалық, сауатты жігіт. Қай жерге салсам, сол жерден шығатын жігіт екен. Маған сол жері ұнады. Мұхаммед Али енді өз ісінің шебері деп айтсам болады. Майра ханым, келесі кезеңге мені өткізіңіз, үмітіңізді ақтаймын. Мен де сіз таңдаған сияқты, сіз мені таңдаңыз. Мұхаммед Али, бүгін енді орнымыздан тұрғызып, жақсы бір көңіл күй сыйлашы бізге. Тек қана сәттілік. Сәттілік, Али, мен саған сенем. Жаяу жүре білсең, өмір сүре білсең, ұшақта аяқ басып қойын самғасын. Көлікке мінбеймін, пойызбен жүрмеймін, ұшақта ұшпасам да аяқталмасын. Жаяу, алыс емес тауымда, баяу, мен жетемін ауылға, қалаға да келемін. Жаяу тағы да жүрек дүрс сөйлеп қағуда, бағына дауылмен суық жауға, тамаша табиғат, жаяу жүр жалында. Жаяу, алыс емес тауымда, баяу, мен жетемін ауылға, қалаға келемін. Жаяу тағы да жүрек дүрс деп қағуда, бағына дауылмен суық жауға, тамаша табиғат, жаяу жүр жалында.
иә тәлімгерлердің пікірлерін білейік, қандай баға берер екен. Сәкен мырза. Медалі бес аспап жігіт жай ғана аспапты игеріп қоймай, құлағында ойнауын, импровизаторлық шеберлігін, осының барлығы мені таңғалдырады. Тағы айтатын нәрсе, ішкі пульс керемет сенде. Орындыққа отыруға лайықсың деп есептеймін. Орындыққа отыруға лайықты дейді. Әрине. Рахмет сізге, Маржан ханым. Ешқандай қобалжу байқаған жоқпын. Дайын тұрған әртіс кәдімгі. Басқаша көзқараспен қараған әнді мүлдем басқаша бізге ұсындыңыз. Соны ұнады маған. Тембрально импровизация барлығы шеберлігіңіз. Актерлік шеберлігі. Иә, суық томпус деген жаңағы әдемі тапқыр көрініс болды, иә. Маған ұнады, рахмет. Рахмет сізге, әлем. Мұхаммед Али, скәтмен. Вә, күшті маған ұнайды скәтің, әдемі. Иә, тамаша деп ойлаймын. Тембрің әдемі, және де кішкене салмақтылау болдың әнді. Ортасында қосқан импровизацияларың, және де жасау жолың маған ұнады. Рахмет. Енді Майра ханым жүзіңізге қарасақ, күлкі бар, бәрі ұнаған сияқты. Әли өте жан-жақты музыкант, сахнада тәжірибесі бар, нағыз профессионалдық маман. Енді мынау әнді кішкене драйв, кішкене көңіл күйді көтеріп, жаңағы мерекелік салтанатты қылып жіберу, сондай сәл ғана жетісіңкіремей қалды. Енді қазірше 2 орын бос болып тұр, барып отырып жайғасап тұр енді. Жайғасап тұр, сосын көреміз. Олай болса, Мұхаммедәлі, шығарып саламыз, иә. Айрапай осы орында мені алып қалады деген сенімдемін. 10 минуттан қайтып біз алып аламыз.